Құрметті оқырмандар, мен жылдың басынан өздеріңізбен келісіп алғым келіп тұр. Менің парақшам таза қазақ тілді оқырмандар үшін екенін жақсы білесіздер, иә? Осы күнге дейін қазақ бола тұра орысша жазып жатқан оқырмандарыма мен жауап берген жоқпын. Бұдан кейін де жауап бермеймін. Себебі бұл менің ұстанымым. Тіпті қазір мен орыс ұлты азаматшасымен соттасып жүрсем де, сотта мен тек қазақша сөйлеп, қазақша талап етіп, қазақша өз ойымды жеткізіп жүрмін. Бұл менің тек заңдық құқығым ғана емес, бұл менің ұлтыма деген намысым. Бұл өзге ұлтты менсімеймін дегенде сөзім емес, керісінше мен өзге ұлттың, яғни орыс ұлтының азаматшасынан махаббат та, жақсылық та, қуаныш та, мейірім де көріп жүрмін. Мен барлық ұлтты құрметтеймін, бірақ өз ұлтыма деген махаббатым одан да биік. Бізге президент те, заң да қазақша сөйлемей деп талап қойып жатқан жоқ. Біз қазақша сөйлемеуді өзіміз таңдап отырмыз. Бұл қазіргі қоғамдағы үлкен қасірет болып тұр. Тіл тек байланыс құралы ғана емес, бұл ұлттың жаны. Егер халықтың жаны болмаса, болашағы да болмайтыны анық. Егер қазақ болсаңыз, қазақша ойланып, қазақша жазып, қазақша сөйлеңіз. Тек өзіңіз ғана сөйлеп қана қоймай, айналаңызға да үлгі болыңыз. Ана тілін сүймей тұрып, отанымды сүйемін деу бос сандырақ.